Мен Тәңірбергенова Ұлмекен Жаңаөзен қаласының тұрғынымын. Қосқұлақ ауылының келінімін. 12 байлы ысықтың қызымын. Ардагер ұстазбын. Осы сыпатам жайлы толғауымды оқып берейін. Аруақты атам сыпатама арнаймын. Жыр толғау келді менің көмейіме, аталар дем бере көр теңеуіме, арқалап ұрпағының аманатын сыпатам ақ ниетке кенелді де. Еске алып ұрпақтары асын беріп, тұрпатына тағзымды басын иіп, өлі жібімей тірілер баймайды. Рухына бағыштап Құран хатын оқып, келеді талай ұрпақ басын иіп. Сыпатама сыйынып, келмен кепшек келеді, бір перзентке зар ектеп, көзінің жасын төгеді. Аруақтар аян береді, бедеулерге зікір сап, хаттың бұйрығын күтеді. Кейде аса таяқпен, кейде қамшы сағымен, кейде алақанымен зікір салып келеді. Құдайдан бала сұраған жас жігіттер келеді. Қой қозыны көргенде қуанарсың баламай, сүйерсің перзент ұзамай деген өлең жырлары тіл ұшына келеді. Қанша сәбилер зікір салып емдесе дүниеге келеді. Адам бойын билеген ауру менен індетті, аластайды күркіреп, бураша бұрқырап басылып, Алла тағала қаласа, қанша перзент көрерін мүлт кетпей айтып береді. Сұпы атам аруағы жайында біраз толғадым, ақ дегені алғыс боп, қара дегені қарғыс боп, пір ата ұранды ұрпақтарының басына бас қоссам деп ем-дом жасап келеді. Ниеттерің ақ болсын деп бір Алладан тіледі. Рухың шат болсын деп Көлбайдың ұлы Нұрланың толғау жырлап береді. Халқыңды қысылғанда қолдағаның, дертіне шипа іздеп ем-домыңмен, аруақты атам болған сыпатамды насихаттап жырыммен толғағаным.